Сәлем оқушылар, бүгін сіздермен жаңа ұбт-да келіп жүрген негізгі сұрақтарды ала отырып, бүгін бір толыққанды бір нұсқаны талдайтын боламыз. Ендеше еске сәт нұсқа талдауды бастаймыз. Ең бірінші сұрақ, оқушылар байқасаңыздар, бұл жерде сіздерге А деңгейінің тапсырмасы берілген, өте жеңіл сұрақтардың бірі. Жасуша аралық заттары көп ұлпа. Ол ұлпа бізде болады дәнекер ұлпасы. Енді осы жерде сұрақ туындайды, жалпы жасуша аралық заттары деген не ол? Ол дегеніміз дәнекер ұлпасының балалар өте көптеген түрі бар. Қатты дәнекер ұлпасы, сұйық, борпылдақ, тығыз талшықты деген сияқты. Яғни жасушалық құрылымы әртүрлі кейіпке ене алады, әртүрлі формада кездесе алады деген мағынаны білдіреді. Сол себептен бұның жауабы бізде дәнекер ұлпасы болады. Енді дәнекер ұлпасының әр түрі бар деп айттық. Мысалға, қатты дәнекер ұлпасы ол сүйек, буын, сұйық дәнекер ұлпасы ол бізде қан және лимфаны айта аламыз. Тығыз талшықты дәнекер ұлпасы ол қан тамырларының қабырғасында болатын дәнекер ұлпасы. Борпылдақ дәнекер ұлпасы ол тері астындағы май жасуынығы және серпілмелі дәнекер ұлпасы деген бар, ол бізде шеміршек. Яғни байқасаңыздар, дәнекер ұлпасы әртүрлі пішінде, әртүрлі формада ауыса алады, әртүрлі құрылымға ие болғандықтан да жасуша аралық заттары көп ұлпа ретінде қарастырылады. Келесі сұрақ, жай жапырақты өсімдік. Жалпы жапырақтың құрылымына қарайтын болсақ, біз білеміз, мысалға, мына бізде бір өсімдіктің сабағы болса, сабаққа жапырақ жайдан жай байланысып орналаспайды, олар мынандай сағақ арқылы байланысады. Қараңыздаршы, міне сабақтан осындай сағақ шығады да, осы сағаққа жапырақтың тақтасы осылайынан байланысады. Қараңыздар, яғни мынау жапырақ тақтасы, мынау оның сағағы, ағаштың бұтағына кез келген жерге байланысу үшін қажет. Енді жай жапырақ дегеніміз, егер осындай ағаштың сағағында бір ғана жапырақ тақтасы болатын болса, оны біз жай жапырақты өсімдік деп атаймыз. Енді біз осындай өсімдіктерді іздеу керекпіз. Бұршақ, інжугүл, талшын және беде. Естеріңізде болса, бұршақты біз сіздермен жалпы өсімдіктер деген тақырыптан білеміз. Бұршақтың жапырақты ол бізде күрделі, қауырсын тәрізді жапырақ болады. Қауырсын тәрізді. Беденің жапырағы үш құлақты, осылайынан үш құлақты болып кездеседі. Яғни ол да күрделі жапырақ. Талшын, атбас талшын, оның жапырағы біреу емес, балалар, сағақта бірнеше болуы мүмкін, саусақ салалы деген сияқты осындай ерекше құрылымға ие. Інжугүл, бұның жапырағы жай жапырақты. Яғни бізде дұрыс жауап інжугүл деген жауап. Осы жауапты қарастырамыз. Сондай оқушылар, егер сағаққа бір ғана жапырақ тақтасы байланысып тұрса, бұл бізде жай жапырақтар. Егер өсімдіктің сағағында бір емес, бірнеше жапырақтар орналасатын болса, осылайынан, бұл бізде күрделі жапырақтар деп аталынады. Күрделі жапырақтың қауырсын тәрізді, торлы, саусақ салалы, үш құлақты деген сияқты түрлері бар. Келесі сұрақ. Гуморальды иммунитетті қамтамасыз етеді. Жалпы иммунитеттің екі түрі бар, балалар. Гуморальдық бірінші түрі. Екінші түрі ол бізде жасушалық деп атайды, немесе оны біз фагоцитоз процесі. Фагоцитоз, яғни жасушалық иммунитет түріне жатады. Енді фагоцитоз, жасушалық иммунитет түрін жүзеге асыратын ол бізде Т-лимфоцит қатысатын болса, ал гуморальдық иммунитетке В-лимфоцит қатысады. Яғни бұл сұрақтың жауабы Д болады, В-лимфоциттер. Және осы лимфоциттің көмегімен біз ағзамызда иммунитетті жалпы түзуге, ағзаны бөгде заттардан қорғауға жауап беретін антидене де осы В-лимфоциттің көмегімен түзіледі. Келесі. Төртінші сұрақ, шешекпен ауырған адамның қайта осы аурумен ауырмау себебі. Бұл жерде балалар жауабы иммунитетке байланысты болып тұр. Жалпы біз білеміз, иммунитет ол екіге бөлінеді, табиғи иммунитет және жасанды иммунитет. Табиғи иммунитеттің өзі бізде туа пайда болған және жүре пайда болған иммунитет деп екіге бөлінеді. Енді туа пайда болған иммунитет ол, мысалға, қараңыздар, адам ғана ауыратын аурудың түрі бар. Қараңдаршы, балалар. Жануарлар ғана ауыратын аурудың түрі бар. Иттің өзіне тән, мысықтың өзіне тән ауру түрлері бар да. Мысалға, адамның ауыратын аурумен олар ауырмайды. Немесе жануардың ауыратын белгілі бір аурумен адамдар ауырмайды. Неге? Өйткені оларда туа бітті, өзінің ата-анасынан келіп, оларға
тұқым қуалау арқылы берілген белгілі бір иммунитеттің түрі болады. Соны біз табиғи жалпы туа пайда болған иммунитет дейміз. Енді жүре пайда болған иммунитет деген бар балалар. Мынау біздің сұрағымыз осыған келіп тұр. Яғни адам жалпы өмір сүру барысында кейде болады, бір аурудың түрімен өмірінде бір-ақ рет ауырады да болды. Ол аурумен келесі басқа уақыттарда мүлдем ауырмайды, ол ауру оның ағзасында мүлдем көрініс таппайды. Ол қандай аурулар еді? Ол осы шешек ауруы, қызылша, немесе қызамық деп айтамыз, паротит деген сияқты аурулардың түрлері бар. Адам ағзасы өмірінің кез келген бір бөлігінде бір-ақ рет ауырады да, ағзамызда сол ауруға, вирусқа қарсы антидене түзіледі да, ол вирус туралы бүкіл ақпаратты өзіне жаттап алады. Сол себептен келесіде ол аурудың түрі бізге жұқса да, ағза бірден иммундық жауап бере алады да, сол себептен қайта ауырмайды. Яғни бұл сұрақтың жауабы бізде жүре пайда болған иммунитет болады. Келесі, ұшақпен ұшқан кезде құлақтың бітеліп қалу себебі. Байқасаңыздар балалар, ұшақпен ұшсақ та, немесе қарапайым ғана мысал, лифтқа мініп жоғарыға қарай көтерілген кезде біз құлақтың бітеліп қалғанын байқаймыз, балалар. Бірден жұтынамыз, немесе ауызды ашып сөйлеген кезде құлақ өзімен өзі ашылады. Байқасаңыздар. Яғни бұның сыры неде? Неге біз биіктікке көтерілгенде? Яғни байқасаңыздар балалар, бұның барлығы қысымның өзгеруіне байланысты ғой. Не только биікке көтерілгенде, біз төменге қарай түскен кезде де тура осындай құлақтың бітеліп қалуы деген процесс болады. Яғни ол атмосфералық қысым кішкене өзгерген кезде болатын процесс қой. Енді сұрақ, ол не үшін олай бітеліп қалады? Оған бізде жалпы құлақтың үш бөлігі бар, білеміз, ортаңғы, сыртқы және ішкі құлақ. Сол ортаңғы құлақта ерекше үш сүйекше бар, балғашық төстік үзеңгі, және құлақты жұтқыншақпен байланыстырып тұратын есту түтігі, немесе эвстахи түтігі дейтін, осындай ұзынша келген түтік бар. Ол түтік не үшін керек? Ол бізде сондай адам жерде тұрып, мысалға биіктікке, төменге түскен кезде біздің атмосферадағы қысым мен құлақтың ішіндегі қысымды теңестіру үшін қажет балалар осы эвстахи деген түтік. Сонда ұшақпен ұшқан кезде құлақтың бітеліп қалу себебі бізде қысымның өзгеруі нәтижесінде болады. Сол қысым өзгереді да, сол себептен құлақ қорғану мақсатында бітеліп қалады. Сосын біз жұтыну арқылы, есінеу арқылы ішке ауа кіреді да, эвстахи түтігі, ортаңғы құлақта қысым біз өзіміз кетіп баратқан жердің қысымымен бірдей болады да, сол себептен бізде құлақ ашылады балалар. Түсіндіңдер ғой? Яғни бұның жауабы А деген жауап болады. Келесі. Күйзеліс кезінде бөлінетін гормон. Бұны барлығымыз білетін шығармыз. Ол бізде адреналин гормоны. Адреналиннің ерекшелігі балалар. Күйзеліс, яғни стресстік жағдайлар, қатты қуану, жылау, өкіну, қобалжу, уайымдау деген сияқты процестерде байқасаңыздар, біздің жүрегіміз тарсылдап соғып кетеді. Тыныс алу процесіміз жүрекпен бірге тоже тез тыныс ала бастаймыз. Терлеу, қобалжу, тыпырлап кету деген сияқты осындай сезімдер пайда болады бізде. Оның бәрін жүзеге асырып тұрған бүйрек үсті безінен бөлінетін адреналин деген гормон. Түсіндік қой? Кеттік. Келесі сұрақ. Бөлшектену жолымен көбейетін ағза. Бұл жалпы 8-ші сыныптың биологиясында өтілген тақырып. Жалпы бөлшектену ол жыныссыз көбеюдің түрі. Мына жерге жазып қойын, жыныссыз көбею. Жалпы жыныссыз көбеюдің қандай түрлері бар? Жыныссыз көбеюдің жай ғана бөліну, екіге бөліну арқылы кете береді, как митоз ғой балалар. Бөлшектену және бүршіктену, яғни бүршік ату деген сөз. Бүршіктену деген сияқты жыныссыз көбеюдің түрлері бар. Кейбір вегетативті көбею формалары, ол да жыныссыз көбеюдің түрлері. Енді бөлшектену деген сөз, мысалға белгілі бір ағзаны, мынандай ақсулама деген құртты алайық, давайте мен соның суретін салып қоям. Егер осындай ағзаларды ортасына немесе үш жерінен бөліп тастасақ кәдімгі бөлшектерге, кейін осы бөлінген бөлшектерден қайтадан олар өздерінің толық формасын өсіріп шыға алады екен балалар. Қараңдаршы, осындай бөлшектену жолымен көбейетін ағзалар бар. Ол кімдер? Ол бізде полиптер, міне полип, жалпақ құрт, яғни жалпақ құрт дегеніміз мынау суретте тұрған ақсулама, ішек қуыстылар, оның ішінде гидралар,
медузаның кейбір түрлеріне осындай бөлшектену жолымен көбею процесі тән. Бұл табиғаттағы ең оңай жолмен пайда болатын көбею түрі, яғни жыныссыз жолмен көбею түрлері. Дафния жатпайды. Дафния ол бізде партеногенез жолмен көбею процесіне жатады. Араларда да олар жыныссыз жолмен көбейеді. Партеногенез процесінің нәтижесінде біз аталық аралардың дүниеге келу процесі жүзеге асады. Биттердің енді өсіп келе жатқан кішкентай дернәсілдері, бұлар да бізде партеногенез жолмен көбею процесі арқылы бөліне алады жалпы. Келесі 8-ші сұрақ. Жас ағзаларды ересектердің қорек етуі. Бұл дегеніміз, яғни бір түр өкілі өзінің келесі бір түрін жей беруі деген сөз ғой балалар. Яғни бұл процесс бізде каннибализм деп аталынады. Міне, каннибал организмдер дейміз. Каннибалдар олар бірін-бірі жей беретін түр өкілдері ғой балалар. Мысалға, оған шошқаны айтуға болады. Шошқалар өз балаларын жей береді. Дәуіттер көбею процесінен кейін аналық дәуіт, аталық дәуітті балалар міндетті түрде жеп қояды. Құрбақаларға тән, кәдімгі бақаға, ересек бақалар өзінен кішкентай бақаларды тұтасымен жұтып қою арқылы жеу қабілеті бар. Одан бөлек үлкен тышқандар егеуқұйрық балалар. Егеуқұйрықтарда олар өздерінің түрлерін жей береді. Қараңыздаршы, яғни табиғатта бір түр өкілдері бірін-бірі жей береді. Осы процесті біз каннибализм деп атаймыз. Бұл антибиоз, қарама-қарсы процестің түріне жатады. Келесі комменсализм дегеніміз не? Комменсализм ол бізде симбиозды, яғни пайдалы әрекеттесудің түрі. Комменсализмді басқаша серіктестік деп атаймыз. Серіктестік деген сөз екі ағза, қараңыздар, бір ағза екінші ағзаны пайдалану арқылы өмір сүреді да, екінші ағзаның оған ешқандай қарсылығы жоқ. Мысалға, акулалардың қасында ұшып жүретін кішкентай балықтар, оларды ұшқыш балықтар деп атайды балалар. Қараңдаршы, яғни олар акуланың жанында жүріп жауынан қорғанады, баратын жерлеріне акуланың жылдамдығымен тез жетіп алады да, бірақ акула оларды жей бермейді балалар. Қараңыздаршы, бірақ бұл қарым-қатынастың соңы кейіннен жыртқыштыққа алып баруы мүмкін балалар. Мутуализм бұл екі түрлі ағза бірінсіз бірі тіршілік ете алмай, тек бірге ғана тіршілік етуге қабілетті ағзалар. Оған біз мысалға қынаны айтамыз. Қына ол бір жасушалы жалпы балдырлар мен саңырау құлақтардың селбесуі арқылы бірге тіршілік етеді. Түсіндік, паразитизм, яғни паразит деген сөзден шығып тұр, балалар. Яғни белгілі бір ағза екінші ағзаны қорек көзі ретінде пайдаланады. Паразиттердің екі түрі бар: эктопаразиттер, эндопаразиттер. Эндопаразитке мысалға адамның ішегінде тіршілік ететін құрттарды айтуға болады балалар. Мысалға глисса дейміз ғой, кәдімгі паразитті құрттар. Олар біздің ас қорыту жүйеміздегі дайын қорытылған тамақтарды жеп, сол жерде өсіп өніп көбейіп жата береді. Немесе сиырлардың бауырында тіршілік ететін бауыр сорғыш, жылқыда болатын қыл құрттар, шектеріне тіршілік ететін, қойдың миында жүретін құрттардың түрлері бар. Осының барлығы бізде паразитті құрттар. Сонымен қатар эктопаразиттер бар дедім. Эктопаразитке мысалы масаны айтуға болады. Маса біздің дайын ішінде қорегі бар қанымызды алады да шағып сорып кетеді өзімен бірге. Қараңыздаршы, бит, кене барлығы ағзаның адамды, жануарларды сыртынан шағу арқылы, қанын алу арқылы пайдаланады. Осыны біз паразитизм деп атаймыз. Келесі енді есеп шығарайық. Иттерде осы балалар жалпы осы 2025 жылдың наурыз ұбытысында жиі келген сұрақтардың бірі. Иттерде қысқа аяқтардан қалыпты ұзын аяқтылары басым дейді балалар. Яғни қалыпты ұзын аяқтың болуы ол басым, яғни доминантты белгі. Қысқа аяқтың болуы ол бізде рецессивті белгіні білдіреді. Енді гетерозигота мен ергежей гомозиготадан, егер осы екеуін қоссақ дейді, қандай ұрпақтар күтуге болады және барлық дараның генотипі қандай? Давайте онда есепті былай шығарамыз. Бізде айтып тұр, ата-анасының біреуі гетерозигота дейді. Гетерозигота білеміз, ол бізде доминантты А мен рецессивті А. Бұны біз гетерозигота дейміз. Көбейтеміз. Екіншісі дейді балалар, ергежей гомозигота дейді. Ергежей деген ол қандай мағынаны білдіреді? Ол бойы қысқа, кішкентай деген сөз. Значит, қысқа белгі бойынша гомозигота деген сөзді білдіріп тұр ғой балалар. Яғни екінші ата-анасы бізде рецессивті белгі бойынша гомозиготалы болады. Енді гаметаларды шығарамыз. Мына жерден үлкен доминантты А мен рецессивті Аның өзі шығады.
мынадан екеуіне ортақ кішкентай бір аны шығарамыз. Сөйтеміз да F1-ді табамыз. Яғни үлкен А мен рецессивті аны қосамыз. Гетерозиготалы организм шығады. Сосын кішкентай рецессивті екі организмді қосамыз. Мынандай. Яғни ұрпақтары 50-50-ге бөлінеді балалар. 50-50 бізде гетерозиготалы 50%, и рецессивті гомозиготалы 50%. Яғни рецессивті гомозиготалы бізде қысқа аяқты иттер 50%, гетерозигота бірақ доминантты белгі болғандықтан, доминантты үнемі рецессивтіні басып отырады, сол себептен 50% қалыпты ұзын аяқты болып туылады. Тура осы жауапты іздейміз, ол бізде А деген жауапта тұр. Мінекей. Келесі эволюцияның қозғаушы күші. Яғни эволюция дегеніміз не ол балалар? Эволюция дегеніміз ол қайтымсыз, үнемі алға жүріп отыратын, жалпы тіршіліктің, табиғаттың бейімделуіне, өзгеруіне алып келетін, үздіксіз прогресс жасайтын, дамып отыратын тарихи процесс. Соны біз эволюция деп атаймыз, балалар. Эволюция тоқтап қалған жоқ, ол үздіксіз жүріп жатыр, ол әлі де жүріп жатыр. Түсінікті ғой. Енді осы эволюцияны зерттеген көптеген ғалымдар бар, Ламарк, Линней, Чарльз Дарвин деген сияқты. Дарвин осы эволюцияны қозғайтын үш күш бар деп анықтады. Қозғайтын деген сөз балалар, яғни эволюцияның жүруіне, оның тоқтап қалмай дамып отыруына септігін тигізетін үш түрлі күш бар деп айтты. Ол бірінші күш ол табиғи сұрыпталу, екінші ол тіршілік үшін күрес, үшінші тұқым қуалайтын өзгергіштік. Мына жерде оның бізде мынау А деген жауабында тұр, тіршілік үшін күрес. Бұл эволюцияның жүруіне әсер ететін бір процесс болып тұр. Келесі динозаврлар тіршілік еткен эра, бұл жалпы тіршіліктің даму эраларына байланысты сұрақ. Бұның барлығымыз білеміз, ол мезозой. Жалпы мезозойдың ерекшелігі, осы мезозой эрасының соңына қарай жер бетінде температура өзгеріп, климат өзгеріп, күрт суып кету процесі болды да, нәтижесінде динозаврлар қаншалықты күшті мықты организм болса да, ол табиғаттың өзгерісіне, климаттың өзгерісіне тез бейімделе алмады. Ол ондай суықта өмір сүре алмағандықтан олардың барлығы жер бетінен жойылып кетті деген болжам, яғни теориялар жасайды ғалымдар. Түсіндік қой? Келесі 12-ші сұрақ. Липаза мен ұйқы безінің белсенділігін арттырады. Қараңыздар. Яғни ұйқы безінің белсенділігін арттыруға қатысатын, ұйқы безінің ағзадан дұрыс бөлінуіне, оның жұмысын реттеп отыратын, әрине ол бізде балалар бауырдан бөлінетін өт. Яғни өт ас қорыту жүйесінде ең бірінші ұйқы безінің қызметін, ішектегі микрофлораның дұрыс дамуын деген сияқты, нәжіс түзілу процесі, іштегі шіру процесінің алдын алу деген сияқты осындай процестерді жүзеге асырады. Енді балалар қараңыздар, липаза ол фермент, атайсып тұр, бұл липид деген сөзден шығып тұр, яғни майларды мономерлеріне дейін, глицерин мен май қышқылына дейін ыдырататын фермент. Липаза ферменті ұйқы безінен бөлінетін панкреатин деген сөл бар. Осы сөлдің ішінде болатын фермент балалар. Анау панкреатин дейтін таблетка бар ғой, кәдімгі дәрілер. Адамның ас қорыту жүйесі, ұйқы безі дұрыс жұмыс істемеген кезде біз ішеміз. Сол ферменттің ішінде липаза деген, осы дәрінің ішінде липаза деген фермент бар ғой балалар. Сол үшін тамақтан кейін біз осы дәріні ішіп аламыз. Жақсы, кетті. Келесі 13-ші сұрақ. Белгілердің анасынан ұлдарына, ал әкесінен қыздарына берілу процесі, ол крис-кросс, тұқым қуалау деп аталады. Крис-кросс балалар как X деген сөзден шығып тұр ғой. Ол қандай мағынаны білдіреді? Мысалға қараңыздаршы, жалпы біз айтамыз, статистика бойынша біздің елімізде қыз баланың саны ұл балалардан басым деп айтамыз, балалар. Ол келе-келе болатын процент қой. Негізінен туылым көрсеткіштері бойынша естерінде болсын, ұл баланың қыз баланың дүниеге келуі 50-50 тең дәрежеде болады. Тек өмір сүру барысында ұл балалардың шетінеп кетуі, түрлі ауруларға бейім болуы деген сияқты осындай генетикалық тұрғыда ерекшеліктер бар. Жалпы сонда крис-кросс тұқым қуалау дегеніміз ол қалай? Яғни ата-анасын біз будандастырып көрейік. XX ол бізде әйел адамның хромосомасы, будандастырамыз XY ол бізде ер адамның хромосомасы. Енді, егер осыларды біз будандастыратын болсақ, мына X-ті мына аталық X-пен қосамыз, XX, бұл қыз бала дүниеге келеді. Келесі мына X пен мына Y-ті қосамыз, бұл XY ұл бала дүниеге келеді.
Келесі мына x-ті осы x пен қосамыз, x қыз бала дүниеге келеді, және аналықтың мына x-ін тағы да аталықтың y-мен қосамыз, x, y, яғни ұл бала дүниеге келеді. Қарасаңыздар, ұл мен қыздың дүниеге келуі 50-50-ді көрсетіп тұр, байқасаңыздар. Енді балалар, осы жерде байқасаңыздар, X хромосома аналықта екеу, ал аталық организмде біреу. Осы жерде естеріңізде болсын. Жалпы біздің ағзамызда ерекше белгілер, тұқым қуалауда аса маңызды барлық белгі қасиеттер X хромосома арқылы тұқым қуалайды. Y хромосома арқылы тек қана әкесінен ұл балаға ғана берілетін ерекше белгілер бар. Мысалға, құлақтың ішіндегі қалың түктің болуы. Қараңыздар, немесе кейбір адамдарда аяқ саусақтардың арасында кәдімгі жарғақ болады. Осындай тек ер адамға ғана тән белгілердің әкеден тек ұлға ғана берілетін қасиеті бар. Соны Y хромосома жүзеге асырады. И тағы да Y хромосома ол ұл баланы дүниеге келуіне ғана жауап беретін хромосома болды. Байқасаңыздар, әйел адамда 2X бар, яғни оның 2X-і қыздың да дүниеге келуіне қатысады, ұлдың да дүниеге келуіне қатысады. Ал аталықтағы XY-тің Y-і ол ұл баланың дүниеге келуіне, X ол қыз баланың дүниеге келуіне қатысады. Сонда крис-кросс тұқым қуалауы осыдан шығып тұр ғой балалар. Яғни көбінесе қыз баланың әке жақтан белгілерді, қасиеттерді алады деген себебі, өйткені әкедегі X хромосома ол қызға барады. Түсіндіңдер ғой. Ал ұл бала көбінесе анасына жақын белгілерді алуы, ол анасынан келетін X-ті алады ғой. Содан шығып тұр, типа әкеден қызға, анадан ұлына да қызына да бере алады қасиеттерді. Осыны біз крис-кросс тұқым қуалау деп атаймыз. Келесі, глюкоза мен фруктозадан тұрады, яғни глюкоза мен фруктозаның қосындысынан тұратын дисахаридтерді табу керекпіз. Неге дисахарид балалар? Өйткені глюкоза мен фруктоза ол бізде моносахаридтер, оның ішінде 6 көміртек атомы бар гексозалар. Егер екеуі қосылса, бізде 2 дисахарид түзіледі. Ол бізде сахароза. Кәдімгі қанттың құрамында 85-90%-ға дейін кездесетін көмірсу сахароза. Осы жауабы болады. Келесі лактоза. Лактоза ол да дисахарид, ол бізде глюкоза мен плюс галактоза деген моносахаридтердің қосындысынан тұрады. Мальтоза ол глюкозадан тұрады. Глюкоза плюс глюкоза. А целлюлоза ол бізде уже полисахарид балалар, яғни құрамы бірнеше глюкозаның бірліктерінен тұрады деген сөз. Бұл полисахарид деп қоямын. Келесі сұрақ. Бір иықты хромосома. Давайте осы жерде сразу айтып өтейік, хромосоманың қандай түрлері бар. Егер хромосоманың 2 иығы теңдей болатын болса балалар, яғни центромерасы хромосоманы бірдей 2 теңдей иыққа бөліп тұратын болса, біз оны метацентрлі дейміз. Метацентрлі хромосома, яғни центромералары дәл ортасында тұр деген сөз. Егер хромосоманың бір иығы екінші иығынан кішкене ұзынырақ болатын болса, мынау сияқты қараңыздаршы, мына иығы қысқа, мына иығы ұзын. Бұны біз субметацентрлі дейміз. Субметацентрлі деген сөз, яғни бір иығы екінші иықтан ұзын. Келесі акроцентрлі дейтін бар. Акроцентрлі дегеніміз хромосоманың бір иығы кішкентай ғана көрінеді да, екінші иығы тым ұзын болады. Қараңыздаршы, бір иығы кішкентай ғана, екінші иығы өте ұзын. Біз бұны акроцентрлі деп атаймыз. Және ең соңында хромосоманың бір иығы мүлдем көрінбейтін түрі бар. Бірақ иығы бар да, екінші иығы мүлдем көрінбейді, жоқ. Осы хромосоманы біз бір иықты хромосома деп атаймыз да. Бұл хромосомалар бізде телоцентрлі деп аталады. Телоцентрлі, яғни бір ғана иығы бар. Мына жерде Б деген жауабы болады. Келесі, қанқа және жүрек бұлшықетін оттекпен байланыстыратын нәруыз, яғни бұлшықеттерде оттекті тасымалдай отырып, оттегінің қорын жинайтын нәруыз, ол бізде миоглобин. Жауабының өзі айтып тұр балалар. Мио деген жалпы приставка сияқты ғой балалар. Мио ол бізде бұлшықет деген мағынаны білдіреді, яғни бұлшықеттерде оттектің қорын сақтайтын, тасымалдайтын нәруыз деген сөз. Келесі. Мейоз процесі жүретін гаметогенез процесі. Жалпы гаметогенез ол жыныс жасушалары гаметалардың даму процесі. Ол екіге бөлінеді балалар. Сперматогенез және оогенез деп екіге бөлінеді. Олардың әрқайсының даму циклы бар. Мысалы, оогенез 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, екінші, үшінші.
Сперматогенез 4 кезеңнен тұрады, оның дамуының 4 кезеңі бар. Аналықтан ерекшелігі. Енді осының қай кезеңінде мейоз процесі жүреді? Мейоз процесі гаметогенездің пісіп жетілу деген процесінде жүзеге асады. Келесі. Орамжапырақ пен тұрыптың будан өсімдіктерін алған ғалым, ол бізде Карпаченко деген будандастыру арқылы алған осындай өсімдік түрлері. Келесі тағы да есеп, бірақ экологияға байланысты балар. Экологиялық пирамида бойынша орманда массасы 3,5 килограмм үкі өсуі үшін қанша дән керек? Егер қоректік тізбек түрі мынадай болса дейді. Біздің қоректік тізбегіміз былай беріліп тұр. Дәнді дақыл, тышқан және үкі деп осылайынан беріліп тұр екен балар. Енді қараңыздар. Мына жерде біз былай айтамыз. Бұл жерде бізде энергетикалық пирамида ғой балар. Энергетикалық пирамиданың мақсаты бойынша, естеріңізде ма? Пирамиданың астыңғы негізінен үстіне қарай әр трофикалық деңгейге, мысалы бірінші трофикалық деңгей, екінші, үшінші, төртінші, бесінші деген. Міндетті түрде трофикалық деңгей бізде продуценттерден басталады, яғни өсімдіктерден. Олар аяқталады редуцентпен, негізінен. Ортада бізде консументтер болады. Енді энергетикалық пирамида бойынша әр трофикалық деңгейге қоректенген кезде жалпы желінген тамақтың тек 10% ғана өтіп отырады балалар. Қалған 90% өмір сүру үшін жүргізіліп жатқан процестерге кетіп жатады. Яғни әр қоректік деңгейге қоректің тек 10% ғана өтіп отырады. Яғни біз бұл жерде есепті қалай шығарамыз? Бізде есеп былай беріліп тұр. Экологиялық пирамида заңы бойынша дейді, орманда массасы 3,5 килограмм үкі өсу үшін, міне біздің үкіміз 3,5 килограмм болып салмақ жинау үшін, дәнді дақыл неше болу керек, соны табу керекпіз. Значит, біз не істейміз? 10-ға еселеп көбейтіп кете береміз. Міне 3,5-ді біз 10-ға көбейтетін болсақ бізде 35 болады. Значит, 35 килограмм тышқан. 35-ті тағы да көбейтеміз 10-ға, 350. Яғни 350 килограмм бізде дәнді дақыл болу қажет. Яғни неше қоректік тізбек көріп тұрмыз, сонша еселеп бірінен кейін бірін 10-ға көбейтіп кете береміз. Яғни жауабы С деген жауап болады. Келесі. Грамм бойынша бояу тәсілінің 3 сатысы. Енді жалпы грамм бойынша бояу әдісі бар, біз білеміз, балалар. Осының көмегімен біз грамм оң және грамм теріс бактерияларды ажырата аламыз. Грамм теріс бактериялар қызыл түске, грамм оң бактериялардың көк түске боялуы нәтижесінде. Енді бұл грамм бойынша бояу әдісі 3-4 кезеңнен тұрады. Оның ең біріншісі кристалды күлгінмен бояу. Сосын оларды шайып, жуып, вазелинмен немесе йодпен өңдеу. Екінші кезең, үшінші сумен жуу арқылы 95% спирт этанолмен өңдеу, және төртінші кезең қызыл түсті сафранин деген бояумен өңдейміз. Яғни осындай 4 кезеңнен тұрады. Бізден үшінші сатысын сұрап тұр. Яғни Д жауап болады. Сумен жуу және 95% этанолмен өңдеу. Келесі. Көкеттің қызметін реттейтін орталық орналасқан жұлын сегменті. Жалпы біз білеміз, жұлыннан 31 жұп жүйке сегменті шығады. Оның бастапқы 8 жұбы балар, бастапқы ол мойын омыртқада орналасқан. Мойын омыртқада балар 7 омыртқа болса да, ол жерден 8 жұп жүйке шығады. Бұл мойын омыртқадан деп қойын. Мойын. Именно көкеттің қызметін реттейтін орталық осы мойында орналасқан. Сразу белгілеп қойықшы дұрыс жауабын. Келесі бізде арқа омыртқа 12, ол жерден дәл солай 12 жұп жүйке сегменті шығады, ол бізде арқа. Арқадан кейін бел. Белде 5 жұп, жалпы 5 омыртқа бар, 5 жұп жүйке сегменті шығады. Келесі 8 көз, 8 көзде 5 омыртқа, яғни 5 жұп жүйке сегменті бар, ол бізде 8 көз. Сосын ең соңында құйымшақ. Құйымшақта жалпы 4-5 омыртқа бар, бірақ ол жерде бір ғана жұп жүйке сегменті болады балар. Яғни құйымшақ басталған жерде жұлын сегменттері бітеді деген сөз. Өйткені балар құйымшақ адам қатты соққы алатын болса, құлаған кезде оның сынып кету қаупі өте жоғары. Яғни бір жұп бізде құйымшақта болады. Мына жерде сразу жазып қарастырып шықтық. Келесі. Талшықтары арқылы қозғалатын
жануар, жалпы қандай жануарлар талшықтары арқылы қозғалады? Бұл бізде қарапайымдылар. Жалпы қарапайымдылар қозғалуына байланысты талшықтылар, жалған аяқтылар және кірпікшелілер деп бөлінеді. Соның ішінде талшықтарының көмегімен қозғалатын ол лямблия. Лямблия, бодо, трипаносома, лейшмания деген сияқты бір жасушалардың барлығы талшықтарының көмегімен қозғалады. Келесі шыбалшаң ол бұлшықеттері қапшық арқылы, амебалар жалған аяқтың көмегімен қозғалады. Медузалар бұл жалпы ішек қуыстылар, олардың өздерінің қозғалысқа бейім талшықтары аяқ тәрізді қызметін атқаратын бар. Бірақ оларды аяқшалар дейміз, ол талшыққа жатпайды балалар. Келесі бөліну ұршығы, яғни ахроматин жіпшелері түзіле бастайтын митоз кезеңі. Митоздың 4 кезеңі бар, білесіңдер: профаза, метафаза, анафаза және телофаза. Соның ішінде бөліну ұршығы жайлап түзіле бастайды, ол бізде профаза деген кезеңде, яғни митоздың ең бірінші сатысында. Ал бөліну ұршығы толық түзіліп бітеді, ол метафазада бітеді, толық түзіліп. Содан кейін анафазада олар екіге бөліне бастайды. Телофазада уже екіге бөлініп қойған бөлек-бөлек екі жасуша пайда болады. Келесі парасимпатикалық жүйке жүйесінің ерекшелігі. Жалпы вегетативтік жүйке жүйесінің симпатикалық және парасимпатикалық дейтін жүйке сегменттері бар. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы жұмыс жасайды. Енді ол бойынша мынаны анықтай аламыз балалар. Жалпы парасимпатикалық жүйке жүйесінің ерекшелігі сіздерге оңай жаттап алуға болатын мынандай бір лайфқа айтам балалар. Мысалға, симпатикалық жүйке жүйесі ол көбінесе кез келген жүйкенің немесе кез келген мүшенің қызметін арттыру, белсендіру, дамыту, тездету, жылдамдату деген қызметтерді атқарады. Мысалға, көз қарашығын үлкейту, қан тамырдың ішінде қысымның артуы, жүректің тез соғып кетуі деген сияқты. Тек симпатикалық жүйке жүйесі ас қорыту процестерін ғана балалар төмендетеді. Прям ас қорыту процесі оларда төмендейді симпатикалық жүйке жүйесінде. Парасимпатикалық жүйке жүйесінде керісінше симпатикалыққа қарама-қарсы ас қорытуға қатысты жүйке жүйесінің барлығы артады да парасимпатикада. Қалған қан тамыр, басқа да мүшелерге тыныс алуға қатысты процестердің барлығы төмендейді. Енді біз сол бойынша табайық. Жүректің жиырылуын күшейтеді, бұл симпатика. Тыныс алу баяулайды, көз қарашығы үлкейеді, бронх кеңейеді. Балалар қараңдаршы, мына жерде барлығы күшейеді, үлкейеді, кеңейеді деп тұр. Бұның барлығы симпатика. Баяулайды, міне тыныс алу процесі баяулайды. Бұл бізде парасимпатикалық. Парасимпатикалыққа көбінесе симпатикаға қарама-қарсы баяулау деген процестер тән. Келесі, сүйек ұлпасындағы жас қалыптаспаған жасушалар. Ол қандай жасушалар? Жалпы сүйектің мындай ұлпалардың түрлері бар, остеоцит, остеобласт және остеокласт. Оның ішінде әлі жас қалыптаспаған, тек сүйек бір зақым алғаннан кезде ғана көбейіп өсетін, жетілетін жасушалар, ол бізде остеобласт деп аталады. Келесі, балалар, енді біз бір жауаптық сұрақтардың барлығын аяқтадық. Енді контекстік тапсырмаларды орындаймыз. Сіздерге нефронға байланысты контекст берілген. Сіздер оны видеоны стоп паузаға қойып, асықпай оқып аласыздар. Біз сұрақтарды талдап бастай берейік. Енді 26 сұрақта нефронның кеңейтілген бөлігі. Нефронның мына суретте көрсетіліп тұр, балалар. Мынау үлкен боп, кең боп тұрған бөлігін айтып тұр. Бұл думалақ боп тұрған бөлігі бізде капсула, немесе Боумен капсуласы деп атаймыз. Келесі сұрақ. Сау бүйректегі нефрон ішіне ешқашан өтпейді, балалар. Яғни зәрдің құрамында мүлдем болмайтын, қанның құрамында ерекше жасушалар бар. Ол кімдер? Жалпы бүйрек нефронның құрамына мүлдем өтпейтін мынандай жасушалар бар. Ол қанның жасушалары эритроцит, тромбоцит, лейкоцит және қан сарысуының құрамында 3 нәруыз бар. Фибриноген, глобулин және альбумин. Значит, мына жерде бізде Д жауабы келеді. Келесі. Ирек өзекшелер көрсетілген сурет саны. Иректі өзекшелер көрсетілген, мұнда нумерациямен беріліп тұрғандар. 1, 2, 3, 4, мұнда 5, 6 и 7. Бізде ирек өзекшелер көрсетілген сурет санын табу керек біз.
ол бізде мына жерде балалар қай номермен беріліп тұр? Ол 4-ші номермен беріліп тұр мына жерде мінекей. Келесі. Ағзада судың мөлшері көп болғанда не болады балалар? Яғни ағзада судың мөлшері өте көп. Ол кезде бізде ағзада су мен тұздың мөлшерін реттеп тұратын ерекше гормон бар. Ол АДГ деп аталады, антидиуретикалық гормон. Ол ағзада судың тапшы болған кезінде, ағзада су жеткіліксіз болған кезде, немесе ағзада тұздың мөлшері көбейіп кеткен кезде, көп терлеген кезде, суды жоғалтқан кезде АДГ көп бөлініп кетеді. Наоборот, ағзада судың мөлшері көп болғанда, судың дозасы артық болған кезде АДГ-ның мөлшері негізінен азаяды. Енді мындай варианттар бар екен, қараңыздар. Егер ағзада судың мөлшері көп болатын болса, балалар, зәр концентрленбейді. Яғни, зәр концентрленбейді, зәрдің құрамында көп мөлшерде су сыртқа шығып кетеді. Егер керісінше ағзада су аз, жеткіліксіз болса, ағза сол суды үнемдеп қалу үшін зәрді концентрлейді. Сөйтеді да белгілі бір суды ағзада алып қалады, біраз бөлігі сыртқа зиянды заттармен бірге шығып кетеді. Мына жерде бізде С деген жауап болады. Келесі. Бірінші реттік зәр түзілу процесі. Бірінші реттік зәр түзілу процесі ол бізде ультрасүзу деп аталады. Немесе балалар, мынандай аттары бар оның. Сүзу, жай сүзу, немесе фильтрация. Бұл әр сыныпта әртүрлі беріледі. 9-шы сыныпта ультрасүзу, сүзу, 8-шы сыныпта жай сүзу, фильтрация деген сияқты, осы жауаптар болады. Кері сіңіру реабсорбция. Келесі. Енді көп жауаптық сұрақтарға келейік, балалар. Ыдырау реакциясына қарама-қарсы процесстер. Ал қараңыздар. Ыдырау реакциясына қарама-қарсы процесс, бұл ыдырау деп тұрғанымыз, балалар, бізде катаболизм. Катаболизм немесе энергетикалық алмасу, немесе диссимиляция деп атаймыз. Енді біз осыған қарама-қарсы процестерді табу керекпіз ғой. Яғни ол бізде пластикалық алмасу, анаболизм немесе ассимиляция дейміз, балалар, немесе бұны қысқаша АПА деп жаттап алуға болады. Ассимиляция, пластикалық алмасу, анаболизм. Бұл жерде наоборот түзу, синтездеу деген процесс жүзеге асады. Синтездеу. Жақсы. Келесі 32. Сыртқы ұрықтық жапырақшадан дамитын мүшелер, яғни эктодермадан дамитын мүшелер. Ол бізде көз, ми және тері. Осы үшеуі болады. Енді сіңір ол бізде ортаңғы қабат, мезодермадан, өкпе, энтодермадан, ішкі қабаттан, бүйрек ол да бізде ортаңғы қабат, мезодермадан дамитын мүше. Келесі, вакуольдің түзілуіне қатысады. Осы жерде балалар бір сіздерге лайфхак болсын. Вакуоль ол білесіңдер, ол бір ғана мембранасы бар органоид. Вакуольдің мембранасын тонопласт деп атайды, білесіңдер. Енді вакуоль ол жасушадағы барлық қалдық заттар, артық заттар, су деген сияқты заттарды өзінде жинайтын, как мусорный ящик бар ғой, балалар. Тура сол сияқты артық заттарды жинау қызметін атқаратын органоид. И бұны былай жаттап алуға болады. Яғни бір мембранасы бар органоидтар осы вакуольді түзуге қатысады. Сол себептен оларды біз вакуолярлық жүйенің органоидтары деп атаймыз. Яғни ол бізде ЭПТ, Гольжи жиынтығы және лизосома. Осы үш жауапты жатқызамыз. Келесі, фибрилдік нәруз немесе фибриллярлы нәруз деп атайды. Жалпы нәруздың пішініне байланысты бізде жіп тәрізді, глобулалы шар тәрізді дейтін бар. Фибриллярлы нәруз деп тұрғанымыз ол жіп тәрізді нәруздар. Егер глобулалы болса, ол шар тәрізді нәруз. Бізде енді жіп тәріздіні тап дейді. Жіп тәрізді пішінге ие. Ол кімдер? Ол бізде фибрейн, өрмекші торының құрамында болатын, және кератинді айтсақ болады. Кератин, гемоглобин ол глобулаға кіріп кетеді, миозиндер бұған жатпайды, родопсин тоже жатпайды, құрамында бояу бар хромопротеиндер, және балалар рибонуклеаза. Рибонуклеазаларда пішініне қарағанда олар бізде жіпше тәрізді құрылымға ие. Осы жауаптарды қарастырамыз. Келесі. АТФ-тің құрамы неден тұрады? АТФ аденозин трифосфат, яғни оның құрамында аденин, азоттық негізі бар. АТФ-тің құрамында фосфор қышқылының 3 қалдығы бар, АТФ деп тұр ғой, 3 деп тұр.
аденозин трифосфат. Және қант болу керек. Бізде қанттың екі түрі бар, дезоксирибоза және рибоза. Жалпы АТФ табиғаты жағынан балалар ол бізде РНК-ға ұқсас қарастырамыз, яғни оның құрамында рибоза деген қант болады. Осы үш жауап болады. Кеттік, енді сәйкестендіру сұрақтары. Антогенез кезеңдерін сипаттамалармен сәйкестендірейік. Ол бізде бластула және нейрула берілген. Бірінші бластуланы табайық балалар. Бластула дегеніміз ол бір ғана қабаты бар ұрықтық жасуша немесе ұрық жапырақшасы. Немесе бластула зиготаның бөлшектенуі нәтижесінде пайда болады. Яғни мынау 1 деген жауап бластулаға келеді балалар. Яғни А сызықша 1 деп қоям. Келесі нейрула. Нейрула дегеніміз бұл нейрон деген сөзден шығып тұр, яғни жүйке жүйесінің қалыптасуына жауап береді. Яғни 2 деген жауап болады. Жүйке түтікшесі ми мен жұлынның пайда болуы. Осы оған қатысады. Келесі хромосомалық мутация түрлерін сипаттамалармен сәйкестендіреміз. Ол бізде дефишенция және делеция деп аталады. Енді жалпы дефишенция дегеніміз не? Дефишенция ол бізде хромосоманың мына жерде хромосома бөліктерінің бұзылуына байланысты беріліп тұр ғой балалар. Давайте бірден талдап кете берейікші. Хромосома бөлігі егер 180 градусқа өзгеретін болса, оны біз инверсия деп атаймыз. Егер хромосома бөлігі 2 еселеніп кетсе, біз оны дупликация дейміз. Дупликация. Егер хромосоманың ұшы жеткіліксіз болса, именно мындай ұшы үзіліп түсіп қалатын болса, біз оны дефишенция дейміз. Міне дефишенция бізде 2 деген номерге сәйкес келеді. Делеция дегеніміз хромосоманың кез келген бір бөлігінің үзіліп түсіп қалуы. Яғни В деген жауап. Яғни делеция бізде 3 деген жауапқа сәйкес келеді. Келесі. Бактерияларды түрлеріне қарай сәйкестендіреміз. Яғни грамм оң бактерия және грамм теріс бактерия берілген. Грамм оң бактерия мына жерде ол бізде кластридиялар болады. Кластридия, яғни кластридия осыған жатады. Ал грамм теріс бактериялар ол спирохета болады. Яғни 1-мен сәйкес келеді. Келесі 39 сұрақ. Жүректің өткізгіш жүйелерінің орналасуына қарай сәйкестендірейік. Синоартериалды түйін және атриовентрикулярлы түйін. Синоартериалды түйін немесе СА түйіні деп атайды. Бұл ең бірінші, ең үлкен дозада бастайтын жүректің өткізгіш жүйесі. Бұл бізде қуысты веналардың сағасында орналасады. Яғни А-ның жауабы бізде 3 болады. Ал В-ның жауабы атриовентрикулярлы түйін немесе АВ түйіні деп атайды. Бұл құлақша мен құлақша аралық перде миокардында орналасады. Және ең соңғы 40-шы сұрақ ол холинорецепторлар және оның түрлерін сипаттамалармен сәйкестендіру керек. Біз бұл сұрақтардың барлығын балалар жаттап алуға тырысайық, өйткені М1, М2, М3, М4, М5 дейтін холинорецепторының түрлерінің барлығы ОБТ-да кездеседі. Енді қараңыздар, М1 қайда болады? М1 ол бізде вегетативті ганглиялар мен орталық жүйке жүйесінде орналасқан, яғни А 3 жауабына сәйкес болады, ал В ше. В жауабы бізде М4 холинорецептор сұрап тұр. Ол бізде өкпе альвеолаларының қабырғасында орналасады, яғни В 4 деген жауапқа сәйкес келеді. Жалпы оқушылар осымен сіздерге арналған, сіздердің қолдарыңыздағы кітапшада берілген нұсқаны толық талдап шықтық. Осындай нұсқа талдау үнемі болады. Сіздермен бірге ары қарай курста кездесіп, осылайнан ОБТ-ға бірге дайындық жұмыстарын жасайық. Сау болыңыздар.